Кітап оқудың пайдасы. Кітапты оқыған сайын адамның ойы кеңейіп, көкжиегі ашылады. Ғалымдардың айтуынша күн сайын 20 минут кітап оқу адамның ойлау қабілетін 30%-ға дейін жақсартады. Кітап оқу ми үшін ең пайдалы жаттығу. Ол есте сақтау қабілетін күшейтеді, сөздік қорды арттырады, логикалық ойлауды дамытады және ақпаратты тез қабылдауға үйретеді. Психологтар бір қызық факті келтіреді. Күніне небәрі 6 минут кітап оқу адамның стресс деңгейін 60%-ға дейін төмендетеді. Бұл музыка тыңдаудан да, серуендеуден де жақсы нәтиже. Кітап адамды әлеммен байланыстыратын көпір. Оқылған әр парақ жаңа идея, жаңа ой, жаңа мүмкіндік. Кітап адамға мәңгілік серік. Ол бізді тәрбиелейді, өзгертеді, өсіреді. Сондықтан күніне бірнеше минут болса да кітап оқуды әдетке айналдырыңыз.